Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жағажайда. Бүгінгі сабақта жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсінесің. Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтарға жауап бересің. Жаңа сөздерге назар аударайық. Жағажай, тұщы, жүзу. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Оқы, қайтала. Жағажай. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Сұрақтарға жауап бер. Мен жағажайға барамын. Жағажайда бала көп. Мен жақсы жүземін. Өзеннің суы тұщы, бірақ терең, сондықтан алысқа бармаймын. Жағажайда шөлдеймін. Әжем сусын қайнатып береді. Әжемнің сусыны дәмді. Енді сұрақтарға назар аударайық. Әлібек қайда барады? Өзеннің суы қандай? Сипаттап айт. Оқушылар, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Іске сәт. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Жауабын бірге тексерейік. Әлібек қайда барады? Әлібек жағажайға барады. Өзеннің суы қандай? Сипаттап айт. Өзеннің суы тұщы, терең. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Дұрыс нұсқасын айт. Оқушылар, оқыған мәтіннің мазмұны бойынша дұрыс нұсқасын айтайық. Іске сәт. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Әлібек жағажайға барды. Балалар жағажайда жүр. Ол жақсы жүзеді. Өзеннің суы тұщы. Жағажай терең. Оқушылар, сендердің де таңдаған дұрыс нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Тиісті қосымшаларды жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексеріп көрейік. Мен жүземін. Сен жүзесің. Сіз жүзесіз. Ол жүзеді. Біз шөлдейміз. Сендер шөлдейсіңдер. Сіздер шөлдейсіздер. Олар шөлдейді. Оқушылар, сендердің де жалғаған қосымшаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіндің. Мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтарға жауап бердің. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма 93-ші беттегі 5-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша диалог құрыңдар. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.